Саламатсыз ба оқушы? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпсіздік ережесі, спринттік жүгіруді жетілдіру. Мақсаты: денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу. Жеңіл атлетика сабағында басты көңіл аударатын мәселе жаттығуларды орындау кезіндегі қауіпсіздік. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резеңке аяқ киім кию керек. Қысқа қашықтыққа жүгіргенде тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе жатып, кілт тоқтауға болмайды. Ойлы қырлы жерлері кездескен кедергілерді аспай-саспай өтуді есте сақтаған жөн. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді. Спорт құралдарын гранат, диск лақтырғанда лақтыру бағытында адамның болмауын қарап бақылап алу қажет. Ұзындыққа, биіктікке секірер алдында шұңқырдағы құмды майдалап қопсытып алу керек. Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды. Жауын-шашын күндері лақтыратын құралдар жабдықтарды мұқият сүртіп, құрғағаннан кейін пайдалану қажет. Оқушыларға алаңды сағат тіліне қарама-қарсы айналып, бір бағытта жүгіруге рұқсат етіледі. Ұзындыққа секіргенде алдыңғы секіруші секіретін шұңқырдан кеткеннен кейін ғана келесі балаға секіруге рұқсат етіледі. Ойынның қауіпсіздік ережелері. Ойын басында даурығып айқайлауға болмайды, бірақ ойыншы әріптесіне белгі беруге болады. Ойынға төрешілік етушінің ескертпесін ойыншылар мүлтіксіз орындауы тиіс. Допты алып бара жатқан қарсыласты қуып жеткен жағдайда, оның аяғынан емес, допты теуі арқылы алуға болады. Төрешінің берген белгісін естіген сәтте ойынды тоқтату керек. Жүгіріп бара жатқан қарсыластың артынан келіп, итеріп жіберуге шалуға болмайды. Доппа таласқанда қарсылас ойыншыны итеруге болмайды. Қандай жағдай болмасын, қақпашыға тиісуге болмайды. Дөрекілік жасау футболшыға жат құбылыс. Оқушы, енді дене қыздыру жаттығуларын орындаймыз. Бір орында тұрып, 1 минут аралығында жүгіру. Қолдың, аяқтың үйлесімі бірдей болу керек. Бастаймыз. Қолды белімізге қоямыз, басымызды сол жаққа 4 рет, оң жаққа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды иық буыннан жоғары қарай айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. Қолымыз белімізде, аяғымыз иық деңгейінде, белімізді сол жаққа 4 рет, оң жаққа 4 рет айналдырамыз. Бір аяғымызды артқа созып, екінші аяғымызды тізе буыннан бүгіп жазамыз. Жаттығуды бастаймыз. Бір орында отырып тұрамыз, және жартылай секіреміз. Жаттығуды бастаймыз. Оқушы, төменгі сөре және 100 метр жылдамдыққа жүгіру тәсілін мына видеодан қарап қайталаймыз.
Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.